Әр отбасының өз жолы бар. Біздің отбасымызда мамандық тек жұмыс ғана емес, ол жауапкершілік, сенім және елге қызмет. Мен Шалтыбай Медина Қайратқызы, Лисаков қаласы білім бөлімінің Абай атындағы жалпы білім беретін мектебінің 9 А сынып оқушысымын. Мен анамның еңбегін көріп өсе отырып, болашақ мамандығымды саналы түрде таңдауға тырысып келемін. Сондықтан 9 сыныптан кейін колледжге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің маманына түскім келеді. Мен анам ұстаздық жолдан бастады. Мектеп директоры болды, балаларға білім берді, ұжымға бағыт көрсетті. Мектеп басшылық қызметімен қатар қаланың саяси қоғамдық жұмысына белсенді қатысып, қалалық мәслихат депутаты болып сайланды. Қалалық қоғамдық кеңес мүшесі, көшбасшы әйелдер клубының жетекшісі, аналар кеңесінің төрағасы сияқты қоғамдық жұмыстарды атқарды. Кейін ол ел сенімін арқалап, Аманат партиясында төраға болды. Қазіргі уақытта анам Лисаков қаласының әкімінің орынбасары болып қызмет атқарады. Қай қызметте болсам да, мен үшін ең бастысы адамға адал қызмет ету. Мен анамнан бір нәрсені үйрендім. Лауазым маңызды емес, ал жауапкершілік әрқашанда бірінші орында. Мен әлі оқушымын, бірақ мен өз болашағымды қазірден ойлаймын. Өйткені менің алдымда үлгі болатын анам бар. Мен үшін мамандық ол елге пайда тигізу. Мұғалім болу ол үлкен шыдамдылық пен мейірімділікті талап ететін мамандық. Болашақта анам сияқты жоғарғы дәрежеге жеткім келеді. Бір отбасы, бір тағдыр, әрқайсысы бір мамандық. Ал біздің тағдырымыздың ортақ бағыты ол халыққа қызмет ету.